Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің кезекті бағдарламамыз ауыл аманаты жобасына арнаймыз және бүгінгі біздің студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Ержан Нұржанұлы, Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының төраға орынбасары және Ринат Сабекешұлы, ауыл шаруашылық басқармасының бас маманы келіп отыр. Шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді бүгінгі таңда, осы қазіргі таңда үлкен ауыл шаруашылық ауылдағы тұрғындарға үлкен қолдау болып кеткен ауыл аманаты жобасы жөнінде әңгіме өрбіткіміз келеді. Жалпы жобаны негізгі мақсаты, ұйымдастыруда қандай қиыншылықтар туындап отыр, немесе қандай жетістіктері бар, жалпы осы жоба жөнінде біздің көрермендерге толығырақ айтып өтсеңіз, өзіңіз бастасаңыз. Енді ауыл аманаты бағдарламасы атауы айтып тұрғандай, ауыл халқының табысын көтеру, бұл жерде ауылдағы осал топтың әлеуетін көтеру арқылы оларды кәсіпкерлікке тарту, немесе ел президентіміз айтқандай, атап өткендей, кооперацияны дамыту, яғни жеке қосалық шаруашылықтарды біріктіру басын, олардың табысын арттыру болып табылады. Енді бұл жерде ауыл аманаты бағдарламасының әкімшісі ретінде ауыл шаруашылығы басқармасы арқылы жүргізіледі. Ауыл шаруашылығы басқармасы, яғни біздің облысымызға бағдарлама негізі 2019 жылдан бастап Жамбыл облысынан бастап алған болатын. Пилоттық режимде. Одан кейін 2022 жылы Ақтөбе облысында, содан кейін президенттің тапсырмасына сәйкес барлық өңірлерде тарату тапсырылды. Сол 2022 жылы соңында осы тапсырма арқылы өңірлерге қаражат қарастырылды. Енді біздің облысымызға 23 жылға қаралған қаражат өңірлер шеңберінде қомақтылығына қарай жоғары деңгейде тұр. Ол өзіміздің жаңа дейтін биылдан бастап, май айынан бастап таратып беріп жатқан 6 миллиард 429 миллион теңге. Енді бұл бағдарламаны бастамас бұрын облыс әкімдігінде салалық басқармалармен жұмыс топтары құрылды. Облыстық деңгейде. Облыстық деңгейде бұл топтар құрылып, барлық аудандарға бағдарламаны жете түсіндіру, халықтың елдегі тұрғындарға жете түсіндіру мақсатында көптеген кеңестер өткізіле бастады. Соның ішінде барлық аудандардан осы әлеуетті несие алушылар дейміз ғой, өздерінің жобаларын, жоспарлы жобаларын түсіндіру үшін облыс әкімдігінің бастамасымен, өзінің тыңдауымен барлық 12 ауданды қандай жобалар жүзеге асырылады, соны тыңдады алдымен. Қажеттілігі жөнінде, бағыттары жөнінде. Енді жоғарыда атап өттік қой, барлық өңірлерде деп. Енді еліміздің барлық өңірлерінің дейтін географиялық орналасуы бар. Енді бағыттары бар, барлығы бірдей бола бермейді. Біздің өзіміздің облысымыздағы қажеттілікке байланысты облыстық жұмыс тобы ұйғарыммен біздің облыстағы 6,4 миллиардты халыққа беру үшін 4 басым бағытты таңдап алған болатынбыз. Оның алдымен бірінші бағыты мал шаруашылығы, соның ішінде сүтті мал шаруашылығы, сүтті бағыттағы, және құс шаруашылығын дамыту, екінші өсімдік шаруашылығын дамыту, үшінші ауыл шаруашылығы кооперативтерін құрал жабдықтармен немесе техникамен жабдықтауды қамтамасыз ету, және төртінші бағытымыз бұл шағын кәсіпкерлікті дамыту. Яғни шағын кәсіпкерлік дегеніміз осы бағдарлама арқылы ауылға қандай кәсіптің түрі жетпей жатыр, соны пайдалансын деген бағытта, соны жүзеге асырсын деген бағытта. Бұл жерде облыс әкімдігінен барлық ауылдық округ әкімдеріне тапсырма берілді, дейтін қандай ауылға қандай кәсіптің түрі қажет болады, соны айқындап қолдау көрсету мақсатында. Несие алушыларды соған түсіндіріп, ынталандыру, жеткізу солардың назарына. Осы бағытта жүргізіле бастады. Енді облыстық жұмыс тобы деп отырық қой. Облысқа қандай қажетті, біздің өңірімізге қандай өнімдер қажеттілігі бар, немесе кемшіл тұстары бар ғой, мысалы дейтін етті бағытымыз облысымызда, етті бағытымыз дейтін енді жылдан жылға мал басымызда етті шаруашылығы дамып келе жатыр. Ет өнімдерімен қамтамасыз етілуімізде жоғары пайыздамыз. Енді содан кейін сүтке, мысалы сүт және сүт өнімдеріне қажеттілігіміз өте төмен, немесе өте төмен деп төменділігі бұл дейтін. Ондай сұраныс жоқ дейсіз ғой басқа. Жалпы облыс жұртшылығының дейтін қажеттілігі 112 мың тонна болатын болса, соң тек қана біздер 22-де 5%-ын қамтып отырық қой. Қалған көлемдерді біз көрші Ресей, Белоруссия және басқа көрші елдерден тартып отырмыз. Осыны ауыл аманаты бағдарламасын пайдалана отырып, яғни жергілікті жерде өндіріп, өңдеп, өз сүт және сүт өнімділігіне қажеттілігімізді арттыру мақсатында
осы басын бағыт қойып отыр. Ол үшін не істеуіміз керек? Ол үшін жаңа дейтін өңірімізге, облысымызға көршілерден немесе көрші елдерден мал басын, сүтті бағыттағы мал басын тарту, әкелу. Енді бұл бүгінгі жақсы деңгейде ұйымдастырылып жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. Неге десеңіз, бұл бағдарламаның сыртында да бағдарлама жаңа дейтін 2,5%-бен несиелеу ғой. Оның сыртында да жаңа дейтін солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі бар, сүтті мал шаруашылығын дамыту бойынша. Ол енді бөлек бағдарлама. Дей тұрғанмен осы екі бағдарламаны ұштастыра отырып, жаңа қажеттілігіміздің арттыру, оған қол жеткізілетін болады. Енді алдағы уақытта жоспарымыз. Жалпы жаңа дейтін ауыл аманатын айтып жатыр, 4 бағыт деп жатыр. Жаңа бірінші кезеңде бұл бағдарлама 25 жылға дейін қарастырылған болатын, негізі ауыл халқының табысын арттыру бойынша. Енді біздердің өзіміздің жобамыз, жоспарымыз бойынша 23-24 жылдары шикізат қорын қамтамасыз етіп алсақ деп бірінші кредитті сол бағыттарға беріп. Одан кейін 24-25 жылдары уже қайта өңдеу саласын дамытқымыз келіп отыр. Енді бүгінгі таңда бұл бағдарламаны тікелей жүзеге асырушы бізде қазір Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы. Сіздердің тарапынан жалпы қандай қазіргі таңда? Енді жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, ауыл аманаты жобасы бұл 23 жылға қаражат бөлінді, 6 миллиард 400 миллион. Бұл қаражаттың негізгі шарттарының бірі жаңағы ең төмен пайыз, қазіргі кезде біздің еліміз бойынша төмен пайыз 2,5%-менен халықтың табысын арттыру, олардың жаңағы кәсібін ашу бойынша осындай несие белгіленді. Бұл негізінен осы несиенің шарттары бұл жаңағы ауылдық жерде тұрған тұрғындардың табысын арттыру, олардың әлеуметтік жағдайын көтеру және оларды кәсіпкерлік аясын дамытып, сол арқылы ауылдағы жаңағы жұмыссыз тұрғындарды жұмыспен қамту болатын. Осы мақсатта жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, жоба негізінен облыс көлемінде 4 бағытқа белгіленген. Сол бағыт бойынша қазір біздің корпорация жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі күні жаңағы 1010 өтініш берді. Сол түгелдей мақұлданды. Соның бүгінгі күні 811 жаңағы кредит алушыға 5 миллиард 544 миллион біз қолдарына үлестіріп бердік. Бүгінгі күні. Енді осы жаңағы несиені қалай алу керек, бұл жаңағы жобаның мақсаты қандай жөнінде жаңағы облыс әкімі Нариман Төреғалиевның былтырғы 2022 жылдың декабріндегі 2023 жылдың қаңтар айларында бірнеше қаттамалық тапсырмалар болды. Сол қаттамалық тапсырмаларда жаңағы облыс бойынша бірнеше үгіт насихат топтары құрылды. Ол үгіт насихат топтарына жаңағы салалық басқармалардың уәкілдері, жергілікті жердегі әкімдіктер, қоғамдық ұйымдар бәрі кіріп, осы жаңағы ауыл аманат жобасын жаңағы халыққа насихаттау жөнінде біраз жұмыстар атқарылды. Одан бөлек жаңағы округ әкімдерін былтырғы жылдың аяғында бәріне оқыту семинарлар жұмыстары жүргізілді. Бұл дегеніңіз жаңағы сол жердегі жергілікті атқарушы органның бүкіл уәкілі жергілікті біздің тұрғындарымызға жаңағы ең кішкентай елді мекенге шейін осы жобаны түсіндіріп жеткізу мақсатында. Енді бүгінгі күні жаңағы жобаға қатысам деп ниет білдірген өздеріңіз айтып отырған 1000-ның үстінде кісі болды. Бірақ біз жаңағы бөлінген 6 миллиард 400 миллионға дейін жаңағы 1010 адамды қабылдадық. Жаңағы тиісінше өздерінің алатын қаражатына байланысты. Қалған жаңағы тұрғындарға келесі жылға жаңағы қаражат беру туралы ұсыныс айтылды. Енді ниет білдірушілер көп болды. Өкінішті жағдай осы манағы 4 бағыт бойынша жұмыс істегенде бүгінгі күні мынау жаңағы берілген несиелердің 733 жаңағы несие алушы ол мал шаруашылығына, жаңағы 10 несие алушы ол өсімдік шаруашылығына, және 38 несие алушы бұл жаңағы әртүрлі кәсіпкерлік саласына, шағын кәсіпкерлік. Бұның жаңағы бұл жердегісі жаңағы бәріміз енді сол малдың бағытына көңіл болып кетіп отырмыз да. Бұл жерде енді тек қана біз малмен ғана қарап отырмауымыз керек қой. Жергілікті жерде кешегі кеңестің дәуірінде әрбір совхозда, әрбір колхозда жаңағы
елді мекендерде жаңағы әрбір ауылдың ерекшелігіне байланысты жаңағы өңдеу цехтары болмаса басқа да жаңағы жұмыс қолы бар токарный цехтар сондай ауылдық жерлерде болды. Біздер сол бағытқа бұрғанбыз көбін. Бірақ өкінішке орай жаңа 90%-дан асты тек қана мал шаруашылығында болды. Енді Ержан Нұржанұлы, сіздің жұмыс тәжірибеңізді білеміз. Осы салада сіз бірнеше жылдан бері жұмыс жасап келатсыз. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз жобаның өміршеңдігі жөнінде. Енді бұл айттық қой, жаңа сіз бастап айттыңыз, пилотный режимде басталды, басқа өңірде биылғы енді ел президент тапсырмасымен барлық аймақта жүріп жатыр. Жаңа сіздердің сөздерінше бізде ауыл шаруашылық саласында басымдық, жаңа сүт өнім, құс фабрикасы бізде аздау, одан кейін шағын несие, жаңа шағын кәсіпкер дамыту бойынша өте аз тапсырушылар дейді. Ары қарай бұл тенденция жалғасады ма, әлде сәйкесінше мүмкін бір сіздердің тарапынан, корпорация тарапынан мүмкін дамумен бірлесіп бір курстар ұйымдастырасыздар ма, жаңа басқа да бағыттар дамыту үшін? Басқа бағыттар дамыту үшін енді былтырдан бастап Атамекен палатасы жұмыс істеді. Жаңағы түрлі жаңағы мынау кәсіпкерліктің түрлі салалары бойынша оқытулар өткізді. Дегенмен де жаңағы өзіміз көріп отқандай ауылдағы ағайын көпшілігі жаңағы малға басқа көп енді бас қатырмай сол малмен. Оның ішінде де жаңағы көрсетілген мал шаруашылығы, оның ішінде сүтті бағыт деген. Енді бұған көбі сүтті бағытқа мысалы оңтүстік аудандар жағдайлар келмейді, олар көбі одан жаңағы бас тартты. Соған байланысты оңтүстік аудандарға қайтадан біз жаңағы қой шаруашылығы, ірі қараның жаңағы бордақылауға солар қарай бет бұрып жаңа бағдарламаны қайтадан түзедік. Енді өзіңіз айтып отырғандай, бұның бір жақсы жағы біздің ауыл тұрғындарына өздеріңіз білесіздер, егемендік алғаннан бермен қарай ең төмен пайыз беріліп отқан несие. Біріншіден, екіншіден ауылдық жерде де осы ауылдың ағайыны кеше-кешейін айтып келді. Біздің ауылдағы жерлердегі жаңағы үйлеріміз, басқа да жаңағы жылжымайтын мүліктеріміз қабылданбайды. Олар жаңағы аз пайызбен қабылданады, жаңағы бағаланады. Сондықтан несиеге қолымыз жетпейді дейді. Мына бағдарлама бойынша кеше ауылдық жерлердегі тұрған жаңағы жылжымайтын мүлік, болмаса жаңағы қора, склад бәрін қабылдады. Және 70%-бен жаңағы оларды белгіленді. Беретін мөлшерін 70%-ға шейін. Бұрын 50%-дан артық көтермейтін еді, қазір 70%-ға шейін қаламен бірдей қылып берді. Екіншісі, сол мына несиені берген кезде бірталай түсініктер жұмыстар жүргізілді. Қолымызда белгіленген жаңағы ережелер болған жоқ. Осы жобаны. Ол ережелер кеш шықты. Енді осы алдымыздағы жылға, 24-ші жылға кеше жаңағы үкімет басшысының орынбасары Дүйсенова Тамара Қасымқызы қаттамалық тапсырмалар беріп, қаттамалық тапсырмаларда ауыл аманаты жобасының ережесін бекіту туралы критерий бойынша таңдайсыздар. Ереженің жобасы шықты. Бүгінгі күні ол ереже Әділет министрлігінде жаңағы бекітілуге кірді. Осы жобаның ішінде жаңағы ережеде анықталып көрсетілген. Мысалы, ауылдық жердегі ағайын тек қана мал шаруашылығымен 50%-ға ғана айналысады, қалғанын басқа кәсіпті ашуға. 4 бағыттың басқасына берілу керек. Басқа кәсіптерді ашуға. Неге десеңіз, енді қазір деген ауылдың ішінде, мысалы, бір ауылда, бұрынғы совхоздың ізіндегі жаңадан алынған 20-25 техника бар, ауыл шаруашылық техника, тракторлер. Солардың жаңағы сынып қалған кезінде мынағанау аппаратураларын оңдауға, мысалы бір токарьдің жондыратын нәрселері болса, сол қанша километрге қарамастан қалаға іздеп келеді. Егер де сол жерде сол мамандар да бар. Бұрынғы істеген мамандардың жаңағы шәкірттері бар. Сол жерлерде жаңағы токарьдің станок, топлем аппаратын оңдайтын жаңағы цех, соларды сол жергілікті жерде ашса, ана кісілер мұн жерге келмес еді. Болмаса сол сияқты жаңағы шағын өңдеу цехтары. Қазір енді сүтті біздер деген жаңа әріптесіміз айтып кетті, біз импортқа тәуелдіміз. Жаңа айтып отқан ағайынның бәрі ауыл тұрғындары мал шаруашылығына көңіл бөледі де, соған қарамастан біздер сүттің облыс бойынша импортқа тәуел 80%-ын сырттан кіргізіп отырық. Дүкендердің барлығында дүкендердің бәрінде
сол сүтті неге біз өзімізде өндірмейміз? Қазір жаңағы сауылған сүтті көпшілігінің жаңағы сұрағы, біз ертең сүтті қайта тапсырамыз дейді. Сұраныс болмай ма деп қорқыныш бар. Сол жерде жаңағы шағын цехтар болса, ол үлкен жаңағы гигант завод керек емес. Шағын сүт болса, солар өңдеп, сол өзінің мысалы аудан орталығы облыс орталығынан 200 километр қашықтықта. Соны облыс орталығына келген жаңағы импортталған нәрсені ауданға апарады, ауданнан ауылға апарады ары қарай. Осы жерде жаңағы ауданның орталығына сол сүтті жинап, сол жерде шағын цехпен өңдеп, сол халыққа таратса. Ол жерде жаңағы қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, мына закрытый учреждениелер бәрі жаңағы пакеттегі сүттерді пайдаланып отыр. Біздің өзіміз өсіріп отқан ұрпаққа біз табиғи қолымызда өсіріп отқан жаңағы өнімдерді бере алмай отыр. Осы жағынан ауыл шаруашылық басқармасы еді. Сіздердің талай жасатқан жұмыстарыңыз көп. Бұл бағдарламаның өзге де бағдарламаларыңыз бар. Сондай бір жұмыстар айтып, осындай бағытта жұмыстарды жөндеу жөнінде ұсыныстар айтылмайсыздар ма? Мысалы, халыққа енді бізде халықта шын керек жұмыс жасайтын кісілер бар. Енді ол жасырын емес. Ауыл шаруашылығымен айналысқан, әсіресе мал шаруашылығын, ол да дұрыс шығар енді. Бірақ та енді жаңағы алдарыңызға қойып отқан 24 жылға берген тапсырмада өзі 50% тек қана жаңағы мал шаруашылығына, қалған өнімді біз дамыту керекпіз. Осы бағытта қазірден бастап сондай жұмыстар өткізіле ме? Мысалы, сүт бағытына бағыттайық, құс фабрикасын өндірейік деген сияқты. Әрине, бұндай жұмыстардың айтып өткенде жаңа әріптесіміз айтып өтті ғой, қомақты жұмыстар атқарылды. Бұл қомақты жұмыстардың ішіне түсіндіру жұмыстары. Облыс әкімі жыл басында берілген тапсырмаға сәйкес жаңа айтып отыр, ауылдың тұрғынына қандай кәсіп түрі қажет ауылға, соны дамыту мақсатында. Енді қайта өңдеу алдағы жылдары жоспарланып отыр, қайта өңдеу саласын дамыту. Кәсіп дейміз, шағын кәсіп. Бұл жерде әріптесім айтып өткенде жаңа ауылдық округ әкімінің жауапкершілігін арттыру мақсатында мысалы кредиттеу жұмыстар жүргізіп жатыр ғой. Жаңа дейтін кредит әлеует несие алушы өз өтінімін берді, ол комиссияға шығарылды. Шығарылғаннан кейін ол мысалы дейтін сол ауылда тап сондай кәсіптің бірнеше түрі болуы мүмкін. Бұл жерде не керек болады комиссияға? Түсінікті болу үшін, соны мақұлдау үшін. Яғни сол ауылдық округ әкімінің мақұлдамасы. Пікірі қаншалықты маңызды. Қажет па сол ауылдық округке осы кәсіп түрі деген сияқты. Бұл жерде енді кәсіпкерлікті жаңа дейтін жаңа ережеміз, оған дейінгі бүгінгі қолданыстағы ережеміз еңбек министрлігінің ережесін, қағидасын қолданып келген болсақ, енді қағида жобасы ауыл шаруашылығы министрлігімен шығатын болады. Жаңа дейтін жобасы әділет министрлігінің тіркеуде. Енді ол жерде нақты көрсетілген бөлінген қаражаттың 50% тек қана мал шаруашылығы, яғни ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуға. Қалған көлемде уже барлығы шағын кәсіпкерлік. Өсімдігіміз бар, құсымыз бар, шағын несиеміз бар. Бұл жерде енді деген былтырда жүргізілді. Мына ауыл аманат жобасының басталар алдында әрбір ауылда скрининг жүргізілді. Жаңағы халықтың әлеуметтік жағдайы қалай, немен айналысуға мүмкіншілігі бар. Әрбір ауылдың жаңағы өзінің басым бағыттары, ерекшеліктер, соларды ескере отырып. Былтырда скрининг жүргізді, биыл тағы да жаңағы Дүйсенованың тапсырмалары бойынша кеше қазан айында қайтадан скрининг жүргізілді. Осы скринингте тек қана жаңағы округтың әкімі емес, жаңағы мына офистар ашу жөнінде ауыл аманат жобасын облыста, ауданда, әрбір округте ашу жөнінде тапсырмалар берілді. Сол жаңағы ауылдағы офистік жобада ауыл аманатының жаңағы жұмыс тобы құрылу керек. Сол жұмыс тобына ауылдың жаңағы ақсақалдар кеңесі, қоғамдық кеңесі, жаңа мектеп директорлер, ауылдағы қандай белсенді бар, олар жастар, олар жаңағы белсенді адамдар, солардың бәрін қосып жинап, осы ауылға бізге не қажет? Сол басым бағытымызды анықтайық. Сол ерекшелікке байланысты, мысалы су бар жерде өсімдік бау-бақша егейік. Жаңағы басқаша жаңағы болмайтын жағдайда теплице қояйық деп өздері жаңағы басым бағытты таңдап алып, сол бойынша жаңағы жоғары жаққа ұсынба енгізу керек. Сол кезде әрбір ауылдың жаңағы тұрғынның зерттеп, бұл кісі деген мысалы қазір біздер биылғы жобаны алдырдық. Бұл жерде жаңағы бәрі де басқа бағытты біле тұрса да, бәрі сол тек малға. Лежбе жаңағы ақшаны бұл жерде де
бір ыңғайсыз жағдайлар бар. Біз енді кредитті жаңағы аз қамтылғандарға бердік. 11-12 жылдары мынау кепілсіз несиелер бердік. Сол кезде ауылдағы адамдар, тұрғындар сол несиелерді алып басқа мақсатқа пайдаланды. Басқа мақсатқа. Жаңағы олар кәсібін ашып, сол арқылы жаңағы өзінің экономикасын, жаңағы өзінің әл-ауқатын дамыту болу керек қой. Ал ол кездегі біздің ағайын сол үйреніп алған несиені алып басқа жаңағы бағытқа пайдаланады, мақсатсыз пайдаланады да. Соның кесірінен бүгінге шейін көбі несиені төлей алмай жүр. Енді мына кешегі жобаға біздер көп өзгешеліктер енгіздік. Мынау корпорация бойынша жаңағы шарттар қойдық. Мынаны жаңағы бақылаймыз, мына алған малға белгілейміз. Сосын басқа жақтан малды алмайсыңдар да белгілейміз. Бұл жерден де ауылдағы ағайынның көбінің реніштері туды. Неге олай істейсіңдер, неге бақылайсыңдар? Шектеу деп бар. Шектеу қойыңдар. Ол шектеу біз үшін емес, шектеу деген жаңағы олардың кәсібін ары қарай дамыту бойынша. Енді мына ережеге сәйкес бұл жерден анықталып жазылғанда келесі жылға жаңағы айтқан 50% жаңағы салаға, ауыл шаруашылығы саласына. Иә, басқа салаға, одан кейін жаңағы ауылдың тұрғындарына ауыл шаруашылық жануарларын алған кезде ағайыннан, тума-туысқаннан жаңағы оны алуға болмайды деп ережеде жазып қойған. Және соның пунктінде көрсеткен жаңағы туысқанға кім жатады, ата, әжең, немерең, балаң бәрін көрсетіп берген. Бұл енді бізге көмек. Неге десеңіз, бұрын ондай болған жоқ та, енді мына ақша мақсатсыз пайдаланып. Негізгі мына жобаны мақсатты пайдаланып, ауылдағы жаңағы тұрғындардың басым бағытын, ерекшелігін анықтап алып, ол тек қана жаңағы ауыл шаруашылық басқармасы емес, басқа да салалық басқармалар емес, әкімдіктер емес, бұл жерде жаңағы округте құрылған жұмыс тобы, солар анықтап берсе. Солар анықтап, енді ауылдағы кісілерді біледі ғой, мысалы 200 тұрғынның кім не істей алады, соның бағыттап, сен мына бағытты істей аласың ғой, сен или кооперативке кір, кооператив құрайық, сен кооперативке кір, сол арқылы мына жұмыс жандандырайық деп, жұмысты негізінен ауылдық жерден бастау керек. Сонда жоба іске асады. Ол мен жерден шақырып алып, біз ақшаны таратып жібергеннен, ол жоба өзінің жұмысын ары қарай нәтижесін бермейді дейсіз ғой. Ал жалпы ауыл аманатына жобасына кез келген жеке кәсіп иегері, жаңағы КХ дейміз, ТО дейміз да, қатыса ала ма, әлде бір шектеу бар? Ауыл аманат жобасына негізінен табысы төмен ауыл тұрғындары қатыса алады. Бұл жерге жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік, шаруа қожалық қатыса алмайды. Оларға бұл жерде жаңадан бастап атқан жаңағы кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер, және бұрыннан жеке кәсіппен айналысатындар, өзін-өзі қамтып отырған ауылдағы ағайын, жаңағы отбасылық өзімен кәсібін ұстап отырған ауылдағы ағайын, солар қатысады. Шаруа қожалықтар, жаңағы жауапкершілік олар қатыса алмайды. Бұл негізінен ана бағдарламаны өзі айтып отыр да, тұрғындардың табысын арттыру жөнінде. Ол жаңағы шаруашылықтың емес, тұрғындардың. Әрине, ол тек қана табыс емес, сонымен қатар қосымша жұмыс орындарын береді. Жұмыс орындарын береді. Иә, жаңағы біздегі ашылған жаңағы кәсіпке бір болса да, екі болса да жұмыс тобы. Жалпы қазіргі таңда басқарма тарапынан осы бағдарлама аясында тағы да қосымша қолдаулар бар ма? Жаңа дейтін әріптесіміз Ержан Нұржанұлы айтып өткендей, бұл бағдарламаға шаруа қожалықтары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді енгізбейміз дедік, оны дейтін жылдың басында сразу шешіп алдық басын. Бұл жерде ауылдағы ауыл тұрғынның жаңадан бастап жатқан кәсіпкер деп жатырық қой, жаңа дейтін. Сол кәсіпкерлер шаруа қожалықтары сияқты оларда субсидияларға қол жеткізу мүмкіндік болу керек. Ол үшін ауыл шаруашылығы басқармасы арқылы, мысалы дейтін шаруа қожалық сияқты сатып алынатын, мысалы сүтті бағыттағы деп жатырық, басым бағыттарымыз, сатып алынған аналық малға сүтті бағыттағы субсидиялар қарастырылған. Мысалы дейтін, мысалы отандық сүтті бағыттағы аналыққа 200 мың теңге болса, ол мысалы СНГ, ТМД дейміз, елдерінен әкелінген аналық малға 225 мың теңге. Сонымен қатар жаңа мал сатып алу, оның сыртында ауыл шаруашылығы техникаларын алуға да, техникалар мен құрал жабдықтарын да алуға да алса субсидиялар қарастырылған. Мысалы дейтін, шаруа қожалықтар 25%-ға дейін субсидияланса, ал жеке қосарлық шаруашылықтар бірігіп, жаңа кәсіпкерлер бірігіп, кооператив құрып субсидияға өтініш беретін болса, оларға 50%-ға дейін қайтарылатын болады, жаңа субсидияланатын болады, кеткен шығындарын өтелетін болады. Сонымен қатар жаңа бір сұрақтарыңыздың ішінде айтып өттіңіз, жаңа жұмыс орындары деген бағытта. Енді осы 23-ке қаралған қаражат шеңберінде 6 миллиард 429 миллионға. Енді біздің көрсеткіш дейміз,
келісімшартқа отырғанда 742 микрокредит беріліп, 787 жұмыс орнын құру міндетіміз тұр. Енді ол өз кезегінде жаңа әріптесім Ержан Нұржанұлы айтып өткендей, уже мыңның үстінде біз кредит беріп, ол көрсеткішімізді орындаймыз. Және де жаңадан құрылатын жұмыс орындарда өз деңгейінде, мысалы көрсеткішке сәйкес, одан басым көрсеткіште құрылатын болады деп отыр. Бұл бағытта көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңа облыс әкімдігінде үнемі кеңестер өткізілгенде салалық басқармалар деп жатыр. Осыны қадағалау, жаңадан құрылатын жұмыс орындарын тексеру, бақылау деген сияқты. Оның бәрі ауыл шаруашылығы басқармасы тек осы бағдарламаның әкімшісі болғанымен, басқа басқармалар арқылы да оның бәрін бағдарлама нәтижелі болу керек қой. Реттеп қарау. Сол ашылған жұмыс орындар маусымдық болмау керек тек. Ары қарай табыс деген содан көтеріледі деген бағытта айтқым келген. Жаңа кооперативтер деп жатсыздар ғой, сол бір ауданда қанша кооператив бар? Жалпы облысымызда 390 кооператив тіркелген. Статистикалық мәліметке сәйкес. Бүгінге соның 270 жұмыс істеп тұр. 270 жұмыс істеп тұр. Оған етін жаңа 2015-17 жылдары әріптесіміз айтып өткендей, солар қосылады. Соның ішінде ғой, ол кооперативтердің құрылғаны басқа бағытта құрылды, енді ауыл аманаты ашылды бағдарламасы. Оған қызығушылық жаңа дейтін лизингтеуді ұсынып жатыр 2,5%-бен. Бұл жерде бұрынғы құрылған кооперативтерде ынталануы мүмкін. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында құрылған 48 кооперативтің бүгінге 44-і несиеленуге өтінім беріп отыр ғой. Соның ішінде 26-сы жаңа дейтін сүтті бағытта кооперативтер. Лизинг берген жағдайда мана кооперативтің жаңағы құрылған кооперативтің өздерінің адамдардың мүддесі үшін емес, бұл халыққа пайдасын келтіру мақсатында. Егер де жаңа кооперативтердің ертең лизинг берген кезде комиссия олардың мүшелерінің бір ауылда мысалы 200 үй болса, соның 20-сы ма 50-і ма кірсе, соларға ғана басымдылық беріледі. Егер кооператив құрып алып 3 адамнан жаңағы 3 адамнан құрылған кооператив жаңағы ұсыным берілсе, олар қолдау тапты. Неғұрлым көбірек араласады, сонша сол жердегі тұрғындар көбірек болса, оларға басымдылық беріледі. Жаңағы лизинг бойынша, басқаларына көп басымдылық берілмейді. Енді қазір бізде 23 жылдың аяғы болып қалды. Жалпы жобаның жетістіктері қандай қазіргі таңда? Қай аудан көлемі басымдырақ осы жобаның? Жобаның жетістіктері дегеніміз енді біздер манағы белгілеген 4 бағыт бар ғой. Сол 4 бағыттың негізінде мына сүт бағытындағы бағытын енді бұл бұрыннан да сол жерлерде аудандарда істелген жұмыстар, яғни атап өткенде Бәйтерек, Теректі, Тасқала, Шыңғырлау, Қаратөбе аудандарында осы жұмыстар алға қойылған. Қазірдің өзінде нәтижелер бар. Бұл жерлерде жаңағы мынау мал шаруашылығы, сүтті бағыт, соның ішінде асыл тұқымды малдар алып, біріншіден жаңағы асыл тұқымды малдар олардың қолында ұстап отқан малдың сапасын көтерсе, екінші жағынан өнімділігін арттырады. Сол бағытта осы аудандар жаңағы тиісті дәрежеде жұмыстарын атқарып жатыр. Енді бұл аудандардың көбі Қаратөбеден басқасы бұрыннан да мынау сүт бағытында жұмыс жасалғандар ғой. Сол жердің халқының да түсінігі бөлек. Олар жасап жатыр. Істеймін деп істеп жатқандары бар соны. Енді сол осылардың бәрін басын қосып, жаңағы жерлік жерде осы жаңағы әрбір кәсіпкер алды ғой. Енді олар кәсіпкер алғаннан кейін оның алдында жаңағы туындайтын мәселелер бар. Оның бірі жаңағы алған ертең малдың мал азығы. Мал азығы қымбаттап кетеді. Екіншіден ол алынған өнімді тапсыру. Осылардың бәрін шешудің мәселесі бірден бір кооперативтерге біріктіру. Ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтер. Біздер осы бағытта қазір 26 ауыл шаруашылық кооператив сүт бағытындағы құрылды. Осы кооперативтерге ертең жаңағы мына жеке кәсіпкерлер солардың құрамына мүше қылып кіргізіп, осы кооперативтерге техника, тиісінше дәрежесінде техника алып беріп, сол техникалармен олар жаңағы мына кәсіпкерлерге, жеке кәсіпкерлерге мына мал алған, болмаса ауыл тұрғындарына сүтпен айналысып отқан мал азығын дайындап, сол мал азығының жаңағы құны арзандатылған құнында беріп, екінші кезеңде солардан алған өнімді өңдеп, жаңағы өңдеу үшін осы кооперативтер құрылып жатыр. Сол кооперативтер бұрын 15 жылда кооперативтер құрылды. Мына сіздердің эфирлеріңізді пайдаланып айта кетейік. Сол кооперативтердің кейбір жаңағы тұрғындардың сол кооператив құрған азаматтардың ішінде реніштері бар. Біз 15 жылда кооператив құрып едік. Тұрғындар айтады, біз соған кіріп едік, кооператив жұмыс істемей қалды деп. Ол кезде кооперативтің жұмыс істемеуі
кооператив жаңағы қаржыландырылған жоқ. Оларды ешқандай жаңағы техникалымен қамтамасыз етілген жоқ. Сол себептен кезінде кооператив жұмыс істемей қалды. Мына ауыл аманаты жобасын пайдалана отырып, ауылдағы ағайынның басын біріктіріп, мына кооператив жандандырып, ол кооперативті жаңағы қаражаттандыруымыз керек. Техникамен қамтамасыз етуіміз керек. Оларға керекті жаңағы қаражатын беру керек. Енді қаражат көзі бұл жерде қаралғанда кооперативтерге. Анау техника алу жөнінде, мына лизингқа қаралмаған, бұны жаңағы қазір республика көлемінде көтеріп жатырық. Лизинг басқа шаруашылықтар, жаңағы ауыл шаруашылық жаңағы құрылымдарға берілетін 6% лизинг бар. Бірақ енді мынау ауыл жобасын пайдалана отырып 2,5%-бен лизинг беру жөнінде мәселе көтеріліп, кеше облыс басшысы қолдады. Қазір сол мына алған кооперативтерге құрылған 2,5%-бен лизинг беруді жаңағы керемет мүмкіндік. Сол мүмкіндік, соны қолдап жатырық. Енді ауыл аманат жобасы біздің облыста бірінші жыл іске асып жатыр ғой. Осыны жаңағы халықтың жаңа жағдайын көтерейік. Ол тек құр сөзбен ақшаны үлестіріп тастадық, енді өзін күн көрдеуге болмайды. Осылардың бәрін басын қосып, ұштастырып беретін болсақ, жаңағы жалғасы табады деп үміттеніп отырмыз. Ал мына өсімдік бағыты бойынша жаңа өзін 8 жоба деген сияқты қатысқан. Ол қай аудандарда? Өсімдік бағыты бойынша біздер енді биылғы жоба жаңа айтып отырғандай 10 ғана несие білдіруші, бұның бірден бір енді халықтың бәрде жасыратын ештеңесі жоқ. Былтырғы жылы біз мына несиені біріншіден жаңа құжаттары қажетті жаңағы ережелер уақытында дайын болмау себепті, сосын қаражаттың кеш келу себепті біздер деген шілде айында бастап бердік. Өсімдік шаруашылығымен, бау бақшамен айналысатын ол деген мамыр, сәуір, мамыр айларында бастап кету керек еді. Бұл кешігіп қалдық. Сол себептен де бұл жерде жаңағы біздің нәтижеміз көрінбей қалды. Бірақ та осы жерде мына эфирді пайдалана кететін, айтып кететін, көпшілік жерде біз деген түсінік жұмыстарымен аудандарды аралап жүрміз ғой. Мүмкін жетпей қалды ма, сол ниет білдірушілер аз да. Сол саламен айналысады. Сол саламен. Бәрі жаңағы бұлай тек малды рақатқа малды алам, сосын біреуге қосшы берем, сосын отырам жұмыс жасауға. Енді мынау көрсетіп отырық та, жаңағы кешегі Тараздың, кешегі Түркістан облысында, Шымкент облысының істеген жұмыстарын бәрін апарып көрсетіп отырық. Мынандай істеу керек, мынандай. Бізде де кеше осы ауыл аманат жобасымен жасағанда бірнеше жақсы жобалар шықты. Мынау халыққа үгіттеп насихаттайтын. Мынау Буштер Максим деген Бәйтерек ауданында бір кәсіпкер, жас жігіт жаңағы бізге келді. Маған деген жаңағы осындай жобам бар, қаражат беріңіз деп. Не істейсің? Мен деген жаңағы құлпынай өсіремін дейді. Клубника. Сосын өсірші енді қалайсың. Сосын бизнес план әкеліп тұр. Бизнес планында бір түп құлпынай сажынсы 750 теңге дейді. Сосын біз айтамыз, мынау 750 теңге не істейін деп отырсың? Сен деген бар ғой, базарда толып тұр. 150 теңгеден, 150 теңге, 200. Сосын айтады, ол деген мен деген Европадан әкелемін. Тұқымды. Сосын айтты, дұрыс. Европадан әкелемін. Ол деген қазір мен апрельде егем. Бірінші жаңағы мұздақ болғанша өнім береді. Жаздай өнім береді. Біздің құлпынайлар енді сезондық қой. Мынау маусымдық. Сондай деп. Соны әкеліп екті. Кеше деген осы қолдау білдірдіңіз. Қолдау білдірдік. Қазір екті. Соның нәтижесін көрді. Шынымен де сапасы жоғары екен. Сапасы жоғары, ана өнімі мол береді. Сосын оған жаңа сұраныс та көп екен. Осындайды біз осыны насихаттап, бүткіл ауданға шыққанда ананың жаңа видеороликтарын көрсетіп жатырық. Неужели бір жігіттің істеген басқалар біз істей алмаймыз? Осындай жобаларды қолдау. Теплица жөнінде жаңағы парниковый теплица біздерде қолға алуға болады. Қыста керек емес, жаңағы ерте күзде, сосын ерте көктемде. Сол екі ортаны ұстап алса да, жаңағы теплицамен айналысып өнім береді. Осы жөнінде біздер насихатта жаңа ауыл шаруашылық басқармасы бар, бәріміз де айтып жатырмыз. Эфирді пайдаланып айтып қалайын деп жатқаным бар. Мен де ойлаймын, шынымен де жаңадай жақсы жобалар, пилоттық нәтиже беріп, жобалар нәтиже етсе, басқа адамдардың қызығушылығын оятады ғой. Оларды әлеуметтік желіде жариялауға болады. Жаңа өзі жастар да бар бізде қазір. Қарап отырсаңыздар, жыл сайын бір жастардың тарапынан да бір инициативалар болады. Енді жаңағы өзіңіздің критерий бойынша табысы төмен адамдар қатысады ғой ауыл аманатына. Дегенмен де сондай жобаларды біз жарнамалап отырсақ,
көрсетіп тұрсақ, онда халықтың да сұранысы болады. Өйткені бір адам бір бағытта дамаймау керекпіз ғой, жан-жаққа. Бір бағытта дамауымыз керек. Қазір деген енді өздеріңіз көріп отырсыздар, біздердің тұтынып жатқанымыз жаңағы бүткіл дүниенің көбі жаңағы қасықпенен шанышқыдан бастап жаңағы барлығы Қытайдан келеді. Сол Қытайдан келетін станоктар, анау жастардың бәрі әлеуметтік желіде отыр, сондан бәрі көрініп отыр. Қазір біздер облыс әкімдігіне ұсыныс жасадық, осы бір делегация жібересіздер, біздер барайық, кәсіпкерді алайық, барайық, ана жерден жаңағы тәжірибе алмаса, сіз қажетті станокты осы жаққа алып келіп, ертең мынау ауыл аманаты жобасы бойынша 24 жыл таратқанда халыққа көрсетейік. Міне, мынандай бар, мынандай бар, мынандай бар, осыны алыңыздар. Сосын сонымен істеңдер деп. Енді кешегі биылғы жобаның ішінде де бар, жаңағы ауылдық жерде отырып, мынау профилист шығарам деп станок алғандар бар. Ол жаңа шағын бизнесқа кіреді ғой? Шағын бизнесқа кіреді. Сосын жаңағы мынау қатты қалдықтар, шашылып жатқан пластмассалар, пластиктар, соны жинап прессовать ететін, оны да алды. Ішінара бар, алып жатқандар. Халықтың бар сонымен айналысу керек. Ал енді мына қалған қаражаттың қалғанын сіз келесі 24 жылы жариялайсыз, иә, жаңа ережемен сәйкес? Жоқ, ол мынаны биыл бітіреміз ғой. Біз жаңа айттым ғой, мен 6 миллион 400-ге мақұлдап қойдық. Біз соны беріп бітіреміз. Осы желтоқсан айында бітіреміз біздер. Келесі жылға кеше скрининг бойынша қаражат тағы қаралды. Былтыр бізге 4 миллиард жарым қаражат бөлініп жүреді. Бірақ та кешегі Дүйсенованың хаттамалық тапсырмасы бойынша скрининг жүргізілді. Қазір облыс көлемінде 7 миллиардтың үстінде қаражат үкіметтен сұрап отырып. Егер сол мақұлданса, келесі жыл басқаша қаражат береді. Мынаны биылға басқа адамдарда өздерінің кәсібін ашуға мүмкіншілік бар. Қаражат бөлінеді. Сол басқа адамдарды ояту үшін жаңағы әрбір округ, жаңа айтып кеттім, әрбір округта жұмыс топтары қылды. Жұмыс топтарына сол ауылдағы бүткіл белсенді азаматтың бәрі кіріп, солар бізге ашып берді. Әкімдіктердің жұмысы күшею керек қой, енді бұл жерде сізге қолдау білдіру үшін. Енді жаңа айтқандай, мен қосылам, әрбір саланың өзінің басқармалары ол бір бөлек. Сол жердің нақты проблемасын білетін, сол халықпен жұмыстанатын, тікелей жүретін, қазіртанда бізде ашық әкімдік бар, халықпен кездесетін бірден бір әкім ғой, аудан әкімі, округ әкімдері. Сондықтан да бұл жұмысты алға басып, келесі жылы мынандай нәтиже берсе, мен ойлаймын, біздің облысымыз үшін де ол өте, өйткені жұмыстық мәселесі азаяды ғой. Енді қазіртан да проблемалардың бәрі жұмыстық мәселесіне келтіреді. Оның ішінде үлкен жастағы азаматтар болсын, жастар болсын. Біз осыған дейін де бағдарламада кеше айттық, күміс жастағы адамдарда бар бізде жұмыс сұрап жүретіндер деп. Сол себепті осындай жұмыстар алға қойылса, онда кез келген ауыл тұрғынның жақсы өмір сүруіне бір септігін тигізеді деп ойлаймыз. Енді жалпы қазіргі таңда сұраныс бар дейсіздер ғой бұл жобаға. Бірінен кейін бірі естиді. Ауыл енді кішкентай ғой. Жаңа айтпай 200 үй болса, соның біреуі естиді, мысалы, мынандай қаражат көлемінде жұмысымды бастадым, келесі жыл тағы бөлінсе сен де баста деген ауыл тұрғындарында бір екпіні бар шығар. Ауыл тұрғындарында жаңағы бәрі ауыл деп айта алмаймыз, біз естіп отырамыз ғой, бізге звондап жатады. Бізде телефондарымыз ашық, бәрі әлеуметтік колл-центр бар, әлеуметтік жерге салып қойдық, звондап жатады, естіп едік деп. Сосын біздер сұраймыз, округтың әкімі біле ме, айтты деп жатады. Бұл жерде де халықтың ішінде де белсенділік бар, неге десеңіздер, олар естіп отыр жобаны. Бірақ енді бағыттап жіберуіміз керек. Бағыттап жіберетін, мана округтегі тағы да айтайын, округтегі жаңағы жұмыс топтары. Ол ауданның әкімі, ол селолық округ әкімі жалғыз осы істей алмайды. Ол барып соларды жаңағы бастарын қосып бағыттаса, ар жағындағы халық болып шығу керек. Азаматтық қоғамда белсенді болу керек қой бұл жерде. Азаматтық қоғам белсенді болса, қай салада жалпы азаматтық қоғамның рөлі жоғары ғой, сондықтан да сіздердің де осындай үлкен жобаларыңыздың жемісті өтуіне азаматтық қоғам, жаңағы халық, тұрғын бар, мектеп бар, бәрі атсалса, онда ол жобаның өміршеңдігі де жоғары болады. Біздер айтып келеміз, жаңа өздеріңіз де айттыңыздар, тәуелсіздік алғалы бір ең төменгі пайызбен беріп отқан теңдесі жоқ бір жобалардың бірі шығар, ауыл аманаты. Атауының өзі қандай? Бізде енді шыққан жобалардың барлығының атаулары күшті, мақсаты күшті болады, бірақ ары қарай келгенде жаңағы жүзеге асырып келгенде керісінше бір әсерін тигізеді. Оған екі жақты пікір бар. Мықты жобалар да шығып жатыр. Керісінше жаңағы ағайындылыққа салып, өзімізге салып басқа бағытын бұрып кететін өкінішке орай халқымыз да бар. Бірақ дегенмен де ойлаймыз, осы ауыл аманаты жобасы өз нәтижесін беріп, халықты шынымен де жұмыспен қамтып,
тұрғындардың әл ауқатын арттыруға өзінің бір септігін тигізеді деген ойдамыз. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Уақыттарыңызды бөліп осы ауыл аманаты жобасын біздің көрермендерге таныстырған үшін. Енді қазіргі таңда жасыратыны жоқ. Көбісі бізде әлеуметтік желіде отырады, YouTube қарайды. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса, ауыл шаруашылық басқармасына немесе Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына хабарласып алуға болады. Колл-центр әрдайым жұмыс жасап тұр сізде. Сондықтан да біздер 2024 жылға осы ауыл тұрғындардың белсенділігін арттырып, осы жобаға қатысуына шақырамыз. Енді оған дейін де өзіңізбен тағы бір жүздесіп, біліп жатармыз деп ойлаймыз. Өйткені жаңа критериялар, жаңа мүмкіндіктер, енді ақша бар жерде сұрау да болу керек, сұраныс та болу керек, нәтиже де болу керек. Сондықтан да жүйелі, нәтижелі жұмыс болады деген ойдамыз. Сіздерге үлкен алғыс білдіреміз.